Екінші видеомызда сізді көріп отырғаныма қуаныштымын. Бірақ бұл видеоны бастамас бұрын сіздің де уақытыңызды алмауым үшін, және де менің де уақытым босқа кетпеу үшін сізге 3 сұрақ қойғым келеді. Яғни брейн тренерлік шынымен де сізге сәйкес келе ме, соны бірге анықтайық. Бірінші сұрақ: сізге жалпы мидың жұмысы, мидың мүмкіндіктері, мидың қалай жұмыс жасайтындығы қызық па? Екінші сұрақ: өзіңізді ұстаздыққа бейімі бар адам деп білесіз бе? Жоқ әлде сіз мүлде басқа адамдарға түсіндіруге жоқсыз ба? Және де үшінші сұрақ: сіз балалармен жұмыс жасағанды, жалпы адамдармен жұмыс жасағанды жақсы көресіз бе? Егер үш сұрақтың да жауабы «я» болса, онда құттықтаймын. Сіз өз орныңыздасыз, және де сіз өзіңізге сәйкес керемет мамандықты таптыңыз. Ол брейн тренер мамандығы. Ал енді брейн тренер дегенде Қазақстан нарығында жүрген көптеген мұғалімдер брейн тренер деп кімді түсінеді? Кішкентай балаларға буындап оқудан сөзбен оқуға көмектесетін мамандарды. Яғни бірнеше методика шығарған, ол методикалары тек қана базасы бар, яғни әріп танитын, буындап оқи алатын балаларға ғана жұмыс жасайды. Әрі қарай әріп тануды да, одан кейін минутына 100 000 сөз оқитын баланы әрі қарай 120 000 сөзге жеткізуді де, сонымен қоса есте сақтау қабілетін де жақсартуды да бұл мамандар білмейді. Бірақ соған қарамастан брейн тренер болып шығасың деп сізге уәде береді. Енді осындай уәделердің астында қалмауыңыз үшін, және де босқа ақшаңызды да уақытыңызды да жан-жаққа шашпауыңыз үшін мен сізге бірнеше кеңес беремін. Яғни қандай проблемаларды шеше алуыңыз керек, және сондай жағдайда сіз шынымен де мықты брейн тренер боласыз, шынымен де осы салада табыс таба аласыз. Осы нәрсені айта кеткім келеді. Ең бірінші, егер сіз балаға тез арада әріп жаттата алатын болсаңыз, сіз өзіңізді мықты брейн тренермін деп атай аласыз. Бұл жерде есте сақтау принциптерін қолдану маңызды. Аталған әріпті, яғни жатталған әріпті ұзақ есте сақтау, оны қайталау әдістері, балаға жалықпайтындай білім беруді білу қажет. Екінші мәселе: көптеген балалар әріп таниды, бірақ буындап оқи алмайды. Мұндай жағдайда біз оларға нені үйретуіміз керек? Әріпті әріпке қосып буындап оқуды үйретуіміз керек. Буындар кестесі, буынға бөлінген мәтіндер сияқты жаттығулармен жұмыс жасау арқылы біз баланың буындарды да жаттап алуына келеміз. Егер де сіз екі әріпті басын қосып оқытқыза алатын мұғалім болсаңыз, нағыз табысты брейн тренер боласыз. Өйткені өкінішке орай, бәлкім қуанышқа қарай, өйткені сіз қазір мені көріп отырсыз, яғни бұл проблеманы менімен қоса шеше аласыз. Жалпы мына Қазақстан нарығында әріпті әріпке қосуды үйрететін мықты мамандар аз. Көбінесе тек қана буындап оқи алатын баланы сөзбен оқытатын мамандар көп. Сондықтан да осы екінші нәрсені үйренетін болсаңыз, сіз сұранысқа ие боласыз. Үшінші, буындап оқитын баланы сөзбен оқытатын мамандар. Бұл жағдайда сіз егер де 3 ай, 4 ай деп уақытты созбай, бар болғаны 1 айдың ішінде, тіпті керемет, егер де жарты айдың ішінде нәтиже бере алатын болсаңыз, онда сіз мықты маман боласыз. Яғни көптеген орталықтарда бірнеше ай бойы оқушыны орталыққа жай ғана шақырып, ата-анадан ақша алу ғана мақсатында ғана жұмыстар жасалуда. Офлайн орталықтардың өзінде жай ғана мидың мына жаттығуына арналған жаттығуларды алып, мінекей бұлар жылдам оқуға көмектесетін жаттығулар деп ата-аналарды алдау көп. Егер сіз сол алдайтын мұғалімдердің қатарынан емес, шынымен де нәтиже беретін мұғалімдердің қатарынан болғыңыз келсе, онда сізге буындап оқудан сөзбен оқуға көшу методикасын үйрену қажет. Келесі төртінші, мықты брейн тренер болғыңыз келсе, оқушыларды, яғни 5-ші сыныптан бастап, әрі қарай ересектер бар, студенттер бар, осыларды минутына 100 сөз оқудан минутына 120 000 сөз оқуға дейін жеткізетін маман болсаңыз, онда сізге ешкімге жетпейді. Өйткені Қазақстан бойынша 95% жылдам оқу мамандары минутына 500 сөз оқуға дейін ғана жеткізе алады. Яғни бір жолмен ғана қалай жылдам оқу қажеттігін біледі. Ал егер сіз минутына 120 000 сөз оқыта алатын
болсаңыз, сізге ешкім де жетпейді, және де оқушыларыңыздың ағымы да тоқтамайды. Келесі білуіңіз керек методика қалай балалардың жадын жаттықтыруға болады. Тек балалардың емес, жалпы ересектердің, студенттердің, ұбт-ға дайындалатын оқушылардың, Егер де сіз бір күннің ішінде 25 билет жаттата алатын болсаңыз, бір сағаттың ішінде бір оқулық жаттата алатын болсаңыз, егер сіз бір шумақ өлеңді бір минутта жаттата алсаңыз, және де жалпы оқыған нәрсесін, мына баланың есіне түсірткізе алатын маман болатын болсаңыз, сізге жетер брейн тренер жоқ. Яғни қарапайым зейінді дамыту, ойбай баланың мыңғырық қабілетін дамыту, концентрацияң жақсарады деген сияқты өтірік атпен ғана берілетін, жай ғана миды дамытуға арналған жаттығуларды ғана білетін брейн тренер емес. Нағыз мықты брейн тренер болуыңыз үшін сізге датаны қалай жаттау керек, оқулықты қалай жаттау керек, интеллект картаны қалай дұрыс жасау керек, және де билетті қалай жаттаймыз, терминді қалай жаттаймыз, анықтаманы қалай жаттаймыз, осындай нақты сұрақтарға жауап бере алатын маман болу қажет. Сондай жағдайда есте сақтаудан сіздің курсыңызға барлығы жазылатын болады. Енді осының барлығын топтап айтатын болсақ, жалпы сіз ата-аналардың баласын үздік қыласыз. 11 сынып оқушыларын грантқа оқуға түсіргізесіз. Студенттердің сессиясын тез және де қорықпай, бірден жоғары балға жабуына көмектесесіз. Кәсіпкерлердің тиімдірек жұмыс жасауына, ақпаратпен тиімді өнімді жұмыс жасауына көмектесесіз. Егер де осындай мақсаттарға жеткізетін болсаңыз, онда сіз нағыз мықты брейн тренерсіз. Ал егер сіз жай ғана бір методика, екі методикамен шектеліп, мен тек қана әріп жаттатамын, немесе мен минутына 500 сөзге дейін ғана жеткіземін, немесе мен балаңыздың мыңғырық қабілетін дамытамын, содан жылдам оқуы жақсарып кетеді дейтін, жалпылама түрдегі нақты нәтиже түрінде ештеңе көрсете алмайтын маман болсаңыз, онда сізге сұраныс аз болады. Және де сізге басқа адамдар 400 мыңға, 500 мыңға өзінің курстарын сатқанмен, олар өздері сата алып тұр, бірақ та сіз оның сатып алғанмен нәтиже ала алмай қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені бұл жерде нәтижеге фокус жоқ. Ал Құдайға шүкір, мен өзімнің методикаларым арқылы 3 күннің ішінде 42 әріп жаттатып жүрмін. Бұнда оқу сөзбен оқу бойынша проблема жоқ. Тіпті менің оқушыларым 20 күннің ішінде әріп танымайтын баланы сөзбен оқитындай дәрежеге жеткізуде. Ал жылдам оқумен есте сақтауға келетін болсақ, 1 сағатта бір оқулық оқып қана қоймай жаттап алатын оқушыларым бар. Ендеше осындай түрде, былай анық түрде айтып, міне осындай нәтижеге жеткізе аламын деп уәде беретіндей, нақты санмен сөйлейтіндей, мықты брейн тренер болғыңыз келсе, сонымен қоса тек қана методиканы алып, далада қалмауыңыз үшін, әрі қарай табыс табуыңыз үшін қадам жасағыңыз келсе, келесі видеоны қараңыз. Келесі видеоны алу үшін табыс деп дайректке жазып жіберіңіз.